Қай жерден келдіңіздер? Атыраудан. Атыраудан келді. Бізге 4 адам келген. Қазір 2 адам. Дина апайымыз 52 жаста. Мұрыннан сезонный аллергия, женскийде эрозия, бармаған жер жоқ. Барғансыз ғой бәріне. Сосын женскийіңіз ауыратын, ол басылды, иә? Жаңа. Сосын мешіне тоқтаған кісі негізі 52 жаста, әрине тоқтау керек. Егер 49 жасында мешіне тоқтамай етеккір кеп жүрсе, ол демек женскийде өспе бар деген сөз. Ол дұрыс емес негізі. 49 жасында 2 жасында басылып қалу керек етеккір. Так, сосын бас айлану бар, құлақ шыңылдау, құлақ естімей қал. Сосын мына жеріңізде кесте болған, иә, басыңызда. Кесте бар адам, біз оны ауыр науқас деп айтамыз. Сабақта тыңдадыңыз ғой. Ондай науқастар қанша уақыт емделу керек? 1 ай 3 ай. 1 ай 3 ай. Сонда сіз 20 күн еміңіз жетпей тұрады. Бірақ қол аяғыңыз жылыды, иә? Қол аяқ жылыды. Сосын түшкіріп қалғанда кіші дәрет кетіп қалу тоқтады. Тамаша. Оң жақ аяғыңыз жайстанып тұратын ол. Тоқтады, иә? Жақсы. Жақсы нәтиже көрсіз ғой. Негізі сізді мен негізі 1 ай емдеуім керек. Мына жерде сіз еще сол бастапқы 1-ші күннен бастап жағып жүрген жоқ, иә, жылуды? Жоқ. Қай 10 күннен кейін бастап жақтыңыз ғой? Негізі 1-ші күннен бастап жаққанда вообще күшті болады, не де? Иә. Жақсы. Дина апай жақсы нәтиже көрсіз жаман емес, иә, 20 күнде. Рахмет сіздерге, сеніп, сонау жерден келіп. Сабақ тыңдадыңыз ғой? Тыңдадым. Қандай әсер алдыңыз? Енді әсерлерді сөзбен айтып жеткізу қиын. Жақсы әсерлер алдым. Ал болашақта алдыма қарай мақсат қойып жатырмын. Тамаша. Жақсы. Қызым оқып жатыр осында, менімен бірге келіп массаж үйреніп жатыр. Болашақта осы өзіміздің отбасымызда, айналамызда пайдаланамыз деп есептеймін. Пайдалануымыз керек. Қызыңызды қолдайсыз? Иә, қызым да қолдап келіп жатыр. Мен жақсы сіздерге жақсы ниет тілеймін. Үлкен осы біздің Қазақстанға атағы шыққан осындай себепті нүкте болсын деп тілеймін. Жалпы біздің халқымызды сауықтандыруға өзіңіздің мақсатыңыз, сол мақсатыңызға жете берсін, бәрі оңынан болсын. Атақ керек емес. Атақта шатағым жоқ. Кім? Айнагүл, 31 жаста, өз бір әдемі келіншек. Қарсы шарғай. Оң жақ санында енді варикоз страшный. Ой, да, шош кеткен ғой. Күлдеп отыр ма? Мынандай еще біреу емес, қаншасы, иә? Шашың түсетін. Аздап қойды енді. Аздап қойды. Табаның басылды, табан ойылып, не деді ғой, табанның кожасы құрғап, табан ойылатын өкше жағы. Қазір басылды дейді. Асқынған запор болады. Қайтты? Басылды. Запор жақсы болды. 20 күнде нәтиже. Сосын варикоз сізді еще ауыратын ғой. Қазір ауырмайды, иә? Мягкий болды дедіңіз, иә? Түйіні кетті ма? Кетті, түйіні кетті. Қалай өшеді сонда? Ұстағанда түйіні білінеді, қазір жоқ. Сосын варикоз сізді мазаламайды қазір. Бұрын қалай мазалаушы еді? Бұрын сыздап, ауыратын еді. Қазір жоқ, иә? Қазір жоқ, иә. Негізі тоже 1 айда емделгенде жақсы нәтиже көреді. Бірақ қазір мягкий, кішкене гладкий болып қалған, иә? Бұрынғыдай шодырайып тұрған жоқ, иә? Жақсы, мен кеше көрдім суреттен. Айнагүл 31 жаста. Айнагүл тоже сабақ тыңдадыңыз? Жоқ. Айнагүл сабақ тыңдаған жоқсыз? Жалко. Жақсы. Сізге көп рахмет. Сауап мені нүктелі массаж орталығына. Шәкірттеріңіз көбейе берсін деймін. Жұмыстарыңыз алға баса берсін. Көп рахмет. Өкінбейсіз, иә? Жақсы. Айнагүл сабақ тыңдамаса да қасыңыздағында 3 тәтеден оқып, иә, түсініп алған шығарсыз шамалы. Айтады ғой. Иә. Бұйырсын сізге сабақ тыңдау. Ауырып келмеңіз, сабақ тыңдау арнайы оқуға келіңіз, иә? Өйткені жассыз ғой. Оқып алып, маңайын айламаңыздағы қазақтарды емдеңіз. Жақсы, рахмет сізге. Рахмет сізге.